бәрін дайындап алдық. Бір кесе май құйып, енді сарымсағымызды қуырамыз. Сарымсақ пен чеснокты бірге неге мясорубкадан өткізіп алдық. Осыны бір қабат қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз. Кішкене ғана сәл ғана сарғыш деңгейге жеткізбей қуырып аламыз. Енді 10 минут сарымсақ қуырылғаннан кейін сәбізді саламыз. Сәбізде 10 минут қуырылу керек. Енді 10 минут морковты қуырып болғаннан кейін тәтті бұрышымызды тағы да 10 минут қуырамыз. Енді тәтті бұрыш салып жатырмыз. Тәтті бұрыштың құрамында 1-2 бас ашты бұрыш та бар. Бұны енді біз 10 минут қуырамыз. Енді 10 минут пісіп болғаннан кейін 5 килограмм помидорымызды үстінен құямыз. Бұл помидорды біз жарты сағат баяу отта қуыратын боламыз. Бұл жерде енді дұрыстап араластырып аламыз қазір. Аның толықтай барлығын толық қуырылып жасалғаннан кейін үстіне осы қызанақты салып әбден жарты сағат пісіреміз. Енді лавровый листтан қосамыз кішкене. 5 қосасаңыз болды. Содан кейін енді қара бұрыш қосамыз және тұзын қосып аламыз. Сонымен қатар сәл қант қосамыз. Және қалауымыз бойынша енді укроп та қосамыз. Барлығын араластырып, қазір бір 2-3 минут қайнағаннан кейін тұзы, қанты татыды ма, соны анықтаймыз. Яғни жарты сағат қайнаған салат сонымен бітті. Енді залалсыздандырылған банкымызға жабамыз.